Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен таңқурайды қатыратын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай керемет өз формасын ұстап тұратындай таңқурайды неше жылдық тәжірибемнен өткен, жылда қатырып жүрген керемет әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен таңқурайларымызды аздап ситаға салып, мыжып алмай, жаңағы ұқыпты етіп жуып аламыз. Және мұздатқышымыздың тартпасына пищевая пленканы төсеп, оның үстіне таңқурайларымызды арасын сәл ашық етіп, айнала қойып шығамыз. Қатырған таңқурайларымызды 6 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Менде 6 сағат өтті. Осындай қақпағы бар контейнерлерге қатқан малиналарымызды салып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қатқан соң малина оңай алынады. Және өз формасын жақсы ұстап тұрады. Қатқан малиналарымызды осы контейнерге салған соң қақпағын жақсылап жауып, міндетті түрде мұздатқышта ұстаймыз. Менде мұнда 10 алдында қатырылған таңқурайларым бар. Қарап тұрсаңыздар, керемет болып қатқан. Бұл жылдап мұздатқышта тұра береді. Ешқандай езілмейді. Тек жаңағы мұздатқышта тұрса болды. Бұл таңқурайлармен бәліштер, жаңағы торттар, пирогтар, неше түрлі жаңағы нелерге қоса берсеңіз болады. Болмаса қант сеуіп, қыстың күні таза витаминге тола, қайнамаған, кәдімгі свежий күйінше жесеңіздер болады. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше.